Я итіп қашуға болмайды. Стоп. 5 удар өткізем шығар деп ойлағам. Мадина до конца тигіз. Мен өтірік плавание, өтірік күрес, ештеңемен айналыспадым ғой. Кәсіпқой асық ойнағам. iPhone 10 болсын. iPhone 10. Мен Ақбарға мынаны кешірмеймін. Мен оны досым деп жүрсем. Я тигіз өрейді. Ол бір балға саналады. Ол бөрпі. Білесің ба? Ой. Аспа. Білеміз ғой, бірақ ойнамаймын, онда саралмасын. Достар, сәлем. Бүгін сіздерге өте қызықты және маңызды жаттығулардың бірін талқылайтын боламын. Ол жаттығу іштің майларын кетіреді және де жалпы ішті жинақтайтын болады. Ол әрине планка. Сонымен кеттік. Бұл жаттығудың жақсы жері ешқандай құралдар қажет емес. Үй жағдайында өз салмағымен жасауға болады. Біріншіден секундомеріңізді қосасыз. Шынтаққа тұрамыз. Арқамызды түзу ұстаймыз. Осы положениядан шықпаймыз. Кейбіреулер жұдырықты бірге ұстау керек дейді. Кейбіреулер бөлек ұстау керек дейді. Қолды төмен түсіру керек дейді. Мен ойымша ол маңызды емес. Ең бастысы ол преске нагрузка түсіру. Демді жіберу және де престі қысымда ұстау. Демді жібереміз. Престі қысымда ұстаймыз. Бұл жаттығуды 30-40 секундтан бастаған дұрыс. Және де 3 минуттан асырмаңыз. Өзіңізге жеңіл болып баратса, арқаңызға дополнительно салмақ салып жасауға болады. Жалпы 1-1,5 минуттан 3-4 подход жеткілікті. Сонымен сіздерге достар бонус. Осыған қосымша тағы боковой планка жасауға кеңес беремін. Біріншіден шынтаққа тұрамыз. Аяқты бір-біріне қоямыз. Жамбасты максималды жоғары көтереміз. Бір жақта тұрып болғаннан кейін ауыстырамыз. Дәл солай аяқты бір-біріңізге қойып, жоғары қарай жамбасты көтереміз. Бастапқы 30-40 секундтан бастайсыздар. Сосын 1-1,5 минутқа дейін апаруға болады. Сонымен достар, әр жаттығу сайын престі жасауды ұмытпаңыздар. Өмірлеріңіз жұмсақ, престеріңіз қатты болсын. Мен Ақбар Жармағанбетов. Сіздерді Алматыдағы ең үздік жаттығу залдарының желісіне шақырамын. Бүгін бізде тағы бір ерекше шығарылым болайын деп тұр. Өйткені қонақта Артур мен Мадина. Ассалаумағалейкум, Ақбар. Алейкумассалам. Өсіп өлдім, ақыл тоқтаттым. Бүкіл туған туыстардың алдында сені бақытты болуға өтінемін. Мадина! Это все-таки свершилось. Артур Толепов официально распрощался со статусом холостого мужчины и женился. Избранницу Артура зовут Мадина, и родом она из города Караганда. Қазір не болатынын мен айтпай қойын, алдымен разминка жасап алайық. Кеттік. Біз дайынбыз. Ал алдымен жүгіріп алайық. Жанымен. Артур, сен өзің немен айналыстың? Қандай спортпен? Мен өтірік плавание, өтірік күрес, өтірік дегенім сол бір апта, 2 апта таеквондо, ештеңемен айналыспадым ғой. Кәсіпқой болған жоқ. Кәсіпқой асық ойнағам. Жай жүреміз. Ой. Түсініп қалдың ба? Аспа. Түсініп жатсыңдар ғой, не болайын деп тұрған? Басымыздан бастаймыз. Сосын аяқтың созылуымен бітіріміз келейді. Жақсы, қолымыз. Мектепте баскетбол, волейбол, биге қатысам, иә. Тек қана өзіңізге, де? Қанша уақыт? Сол мектепте бірге тұрған. В основном баскетбол сол.
осымен разминка бітті. Енді негізгі жаттығуға көшеміз. Дайынбыз. Достар, сонымен бізде кәсіпқой бокс болайын деп тұр. Үйде шешілмеген сұрақтардың бәрін бүгін Мадина осы рингта қалдыратын болады. Мен кәсіпқой боксшы емеспін, бірақ таған техниканы қойып алсақ болады, аха. Дұрыс ұратындай болатыныз. Қатты үйретіп қойып жүрме, сосын күнде ұратын болып жүрсе? Жай. Алдымен Мадина, сенің стойка мұндай болу керек, иә? Бір аяқ алдына қарай. Мына қол, мына жақта істейсің. Мына блок. Екінші қол былай алдына қарай. Ұрған кезде мына қолды прямой жібересің, иә. Аяқта кішкене бұрасың. Артурдың артынан жүгіресің ғой, иә? Прямой удармен жібересің, бірінші. Енді менде бір бар ойым, Акбар қатты үйретіп қоймаса екен, сосын видео болсын әдетке айналдырып маған қолданып жүрсе жаман болады. Сондықтан да мұқият мен де қарап тұрмын. Мен де өзіме бір-екі элемент үйреніп тұрмын. Акбар досын деп жүрсем, что-то Акбар қатты үйретіп отыр, енді көреміз енді қалай болатынын. Өте жақсы. В основном қазір ұрған кезде осы сол қолмен жұмыс істеу керексің, иә? Бұлай жеткізіп, артынан жүгіріп, кішкене блокқа кірді ма, оң қолмен ұрасың. Догоняешь. Мен Акбарға мынаны кешірмеймін. Мен оны досын деп жүрсем, қатты үйретіп қойды енді әйеліме. Түсінбей қалған жердер. Күнде 3-те келгенде ма? Ал, рингқа барайық. Алдымен шарттарын айтып жіберейін. Артур, Мадина. Бізде бұлай болады. Бір раунд 1 минуттан тұрады. Қазір Артур, сен Мадинаға тиіспейсің. Қолды артқа қарай жібересің. Мадинадан қашасың. Ал Мадина, сен жүгіріп тұрып, 10 рет Артурдың бетінен тигізу керексің. Сенің мақсатың удар тигізбеу. Мадина 10 удар жасамаса, 1 балл саған береміз. 10 удар жасаса, балл Мадинаға береміз. Бірақ алдымен конға бір жүлдені қою керекпіз. Мадина, сенің бір арманың бар ма? Мысалы, Артур орындап берсін деген. iPhone 10 болсын. iPhone 10. Классика ғой. Мадина жеңіп алмаса, сенің арманың қандай? iPhone 10. Жоқ, ондай қоймай қойық енді. Білмеймін. Жоқ, қалай ол болмайды? Бір романтикалық. Қалай ол болмайды? iPhone 10? Екі жақтан iPhone 10 қойымыз, иә? X па, XS па? X қой, Max қой еще. Макс. Все зависит от вас. Жүреді ма? Біз бірінші раундта бастаймыз. And round 1, fight! Ор, Мадина, лақтыр, бір, кеттік. Жеткіз. Мадина, беттен тимедің. 2, 3, 4. Ор, Мадина, левый. Тигіз, 5. Мадина, тигіз. Сол қолмен ұр. 6, 7, 8. Өте жақсы, 2 удар. 9, 10. Өте жақсы. Давайте, 26 секунд. Кішкене қалды. Соңына дейін жеткізіп аламыз. 1, 12, 13, 14, 15. Өте жақсы, Мадина. 16, 17, 18, 5 секунд. 19, 20. Стоп! Уақыт, жарайсыңдар. Мадина, өте жақсы ұрдың. Артур, сен, болмайды мынау. Бокспен айналыстың дейсің. Айналыспадым ғой. Счет 1-0. Мадина жеңіп келе жатыр. Келесі раундқа көшеміз. People scared running away as I arrived at any place I'd understand. The world's greed. I realized my Сонымен достар, екінші раунд. Шартымыз біздің кішкене басқаша. Артурдың аяғы байлаулы. Сен Мадинаны максимал түрде сүйіп алу керексің. Бетінен, иә. Мадина бұрынғыдай жаңағы Артурды ұрады. Сен бір сүйсең, 2 балл береміз. Саған Мадина 1 балл береміз. Бастаймыз ба? Көрейік, бастайық. 1,5 минут берем. Қолдарымызды ұрамыз. И кеттік.
қолымызды алып тастаймыз. алып Иә. Артур, сүйіп алу керексің. Мадина, ұр, тегіз, балды жина. Иә. Балды жина. Жина. Мадинада 2 бал. Артур, жина балды. 1. 2. Мадина. Өте қиын, түсінем. Ары қарай, тегіз Мадина, өте жақсы. Мадина тегіз амайды. Мадина өте жақсы. Жоқ, тегізген жоқ Мадина. Ал, Арчи, алға қарай. Иә. Иә, тегіз жоқ, ол 1 балға саналады, артқа қарай кет. 6 бал. Қаш. Саламатсыз. О, өте жақсы. 5. Мадина, тегіз. Кішкене қалды, 6 секунд. 2, 1, стоп! Ана жерді көрдіңдер ма? Иә, біраз поцелуй болды, бірақ оны мен санамадым. Өйткені үйтіп саналмайды, Енді қалай да болса, білеміз ғой, бірақ ойнамаймын, онда саналмасын. Счет 8-де 7 болды, Мадинаға 7 бал, саған 8 бал, өйткені сен алдына 2 рет сүйдің, сосын рингтің қасында, тағы 2 рет сүйдің, 8-де 7, Артур жеңді. Сонымен достар, жалпы счет 1-1. Сонымен достар, соңғы 3-ші шешуші раунд. Артур, қазір бұндай жаттығу болады, ол бөрпи. Білесің бе? Жоқ, білмеймін. Кроссфиттан алынған жаттығу, қазір техникасын көрсетем. Одан басқа мен саған 10 сұрақ берем. Оның 6-ауына жауап беру керексің. Жауап бере алмасаң, Мадина жеңді. Артур, жаттығу мындай. Қазір сен секіресің, хлопок жасайсың. Планкаға арқа қарай секіресің. Отжимание жасадың, қайтадан секіресің, хлопок. Отжимание, прыжок, хлопок. Түсінікті ме? Бастаймыз. Кеттік. Мадинаның сүйікті түсі. Жауап береміз. Қара, қызыл. Дұрыс емес. Келесі. Ақ. Сүйікті гүлі. Роза. Дұрыс емес. Фиалка. Сүйікті тағамы. Сүйікті тағамы. Лагман. Дұрыс емес. Мампар. Арғарай, қайталай өзі. Сүйікті киножанры. Комедия. Өте жақсы, дұрыс. Қандай универ, факультет, нешінші жылғы бітірген? Универ, факультет. Ату. Факультет. Короче. Экономика. Өте жақсы. Нешінші жылы? 2016. Өте жақсы, дұрыс. Инстаграмдағы қанша подписчик бар? Мадинаның инстаграмында. 96 қазір. Өте жақсы, дұрыс. Танысқан күні? 1 июнь. Дұрыс емес, 1 июль. Элма. Июль. Енді 3 сұрақ бар. Аяқтаймыз, аха. Мадинаның бойы? 1,75 м. 72. Дұрыс емес. Аяғының размері? Аяқ киімінің размері? 36. 38. Ененің жасы? Соңғы сұрақ? 40. Газета. Енесінің жасы? Ол маңызды сұрақ. Бір жақта монтажда. 46.
почти жеті. 47. Иә, почти. Өте жақсы болды. Өкінішке орай, Артур, сен жеңілдің. Мадина жеңіп алды. iPhone XS Max. Мадинаға кетеді. Лагман деп бастаймын. Сүйікті тағым мампар екен. Басқа қызбен жүрдім ау деймін, түсінбей қалдым. Мен жүретін қыз бір күн четко айтқан. Үнемі лагман жей ме? Үнемі лагманға апаршы дейді. Бірақ ұнататыны мампар екен. Бізге шындығын айтты. Келісесің ба, келіспейсің ба, сен жеңілдің. Өйткені бүкіл сұрақтардың ішінен тек қана төртеуіне жауап бердің. Жақсы. Иә, енді шындығын айт. iPhone XS Max. XS. Тартасың ба? Тартам. Иә? Жігітше. Жігітше. Достар, сонымен біз шығарылымды аяқтаймыз. Көп-көп рахмет сендерге. Келесі кездескенше. Мен қайдамын елканы? Будешь знать, Арчи. Почему манба? Все, пускаем их. Да? Арчи не согласен, Артур не согласен, да? Не ожидал, да?